Really, nigga? Короче, бәріне сәлем. Бұл деген менің жаңа влогым. Біз бүгін ерсі екеміз ауылға барамыз ба деп ойлағанбыз. Мені сағат 9-да оят деген, что-то звондасам телефоны өшірулі. Сол үшін өзім таксимен келдім саған оятуға. Әте, ерса үйде аяқ кететін жерде. Бұл ерсаның машинасы. Неғып ауылға үйтіп киініп ағасың, әдемі болып ерса. Дабл кап тап. Қалай ұстап нау? Короче, наконец мен деген влог түсіріп бастадым, достар. Сендерге ұнаса, конечно, лайктарын басып, комментарий жазып кетіңдер. Влог түсіруді ұмытып қалыптым мен кішкене. Істеп отырсың, ерса. Бізде жол күтіп тұр, примерно 200 километрдай. Короче, сосын үйде балалар қалып болған. Руслан мен інім. Соларға қазір барып бір тамақ беріп кету керек, содан кейін барып шығу керек ауылға. Өйткені ақшаны маған жіберіп қойды, Русланға емес. А Русланға жіберейін десем, ода Каспи жоқ. Екі су өзімізге алдық, короче. Ох, ёпта. Короче, біз деген Темірлан екеміз бірінші рет осылай шығып баратырық. Чисто екеуміз бүгін ауылға шайық деп тұр. Сүйіп алдық. Сен сүйдің бе? Мен сүйгім кеп тұрған жоқ. Негізі білесің ба, қаркөкілер қайда? Ауылға кеткен тоже. Далбайо, дедім барсың. Матиз ба бірден сау керек еді ма? Алынсай, мен оған айтам, но темірде права жоқ әлі. Мына заправканы дебейміз. Бүгін бізде Big Bone. Дала өте керемет болып тұр, жаңбыр жауайын деп тұрған сияқты ма? Маған негізі қалдық. Барар жол. Сол бірінші барған кезде ұнамай қалған. Біз ауылда үй салғанбыз, үлкен үй. Соны ерсаға көрсеткім келіп тұр. Опа! Ал достар, бәрі келді. Бензин деген мұрнынан шығып кеткен ғой. Аспанда және айда, анамында мана бала баралама. Бұны жолға ақша жоқ бұл алдыда. Бұлғамыз алысқан барады қалыспа. На серезе болмас әркәсімен галстук. Біздің барлық сенің тарифыңды тауысты. Ауыстырым мұнда бізден қазір. Өмір алпазын қалық толы ақ қызыл жасыл жасанарыз қасыл жеті күн лапытасма. Короче, достар, біз деген ауыл жаққа кіріп қалдық, кішкене қалды. Кировска деген жердеміз. Ерсадан машинаны сұрадым, ка машинаны айдайды. Папаңның несі емес? Байқас емес па? Байқам еді папаңда. 2-5 байқам емес саған. Қойып жатуға қалдың. Қазір адам ба біреу шығып қалады бұндай жерде. Жерде талай жүргеніміз ол папа машинасымен. Никогда мынандай жерде негізі қаттайды ау несін. Кировскадан қайтып келе жатқан кезде папа беретін всегда бізге. Бұл бірінші права алу керек. Мен деген праваны алдыңғы жылы алған болатынмын. Вождениеға барып теориясын сатып алып деп тұрсың. Спонтанно Темірлан үйіндегілерге айтпаған ғой, мен айтсайшы деп жатырмын да. Вау! О май гад! Деймі атаңдар. Вау! Өтіп атқан жерің қыра. Тормозбен жай асықпай өтесің осындай кезде. Бұр. Болды, ұста. Қалай қойсай. Ана иттерің қандай? Ол да шерін қойсам. Ана иттің атайым? Білмеймін. Темірлердің Мынау біздің тауықтар, қараңдар. әлі өлмеген ба? Жұмыртқаны пытырлатады бұлар. Папаға да жатырмын қазір. Алло, папа, қалайсың? Қалайсың балам? Жақсы аман-есен. Не істеп жатсыңдар? Үйде. Шықсай, папа. Қайқа? Сыртқа қарай. Терезеден көрінбеу керек. Пранкер. Папа қаяқтан кетеді екен. Аяқтамыз ғой біз. Жай, сәлем сөйледі. Машина алдым ғой мен аға. Молодец, құттос. Маяқта, короче, папалар жатады. Спальный гарнитурлар не қояу десей. Сабағыңды оқыдың ба, Темір? Маяқта Русланның бөлмесін көрсен жүрмесін. Маяқта білмеймін кім қонғанын. Мұнаны аяғыңның бас бармағына киесің ғой. Мына цепиді қарасай, шанжар қылмаш. Ойынға салшы. Короче, біз деген велосипедтерімізбен шықтық. Сені көрген қызық екен әне жерде. Трасса жаққа барайық, ана жаққа жай.
Мен негізі кеш жатқан болатым, сонымен ерте тұрдық та. Әдіктіп бағана айдап бара жатып машинаны. Ұйқым келген бар ма? Короче, біреу жүр, екінші күшік сұрап болды. Қайда қашып кетті, или үйге кетіп қалды ма? Үйде жүрсін ба? Үйде жүрсе, я уже. Көріп тұрған жоқпын. Жүгіріп біледі. Ей жаным, қалып қалды, я? Сен неғып айтпадың бізге, ә? Бергел. Қаңсылап кеткен. Базарда бір мамаңнан ады. Молодец. Короче, сағат білмені 6:30 болып қалды. Біз деген ерсек екеуміз үйде жатып шаршап кеттік. Азға мен секенде. Бір қалаға шығып қайтайын дедік, Талдықорған жаққа. Біз Талдықорғанға келдік, мына жерде не істерімізді білмей жүрміз. Местныйлар айтып жіберсеңдерші не істейсіңдер деп қойсайын. Ай, блядь, жолдар жаман екен.